Бүгін сіздермен негізгі тригонометриялық формулаларға арналған қызыл кітаптың 8291 есебінен бастап 8326 есебіне дейін шығарамыз. Ең бірінші 8291 есеп. Ең алдымен негізгі тригонометриялық формулалардың бастапқы формулаларын жазып алсақ, есімізге түсіріп. Ең бірінші қарапайым формула синус квадрат x-қа косинус квадрат x-ті қосқанда тең 1-ге. Тангенс альфаға котангенс альфаны көбейткенде ол да бізде 1-ге тең. Мына формуладан біз мына косинус квадрат x пен мына синус квадрат x-ті өрнектеп көрсек. Синус квадрат x неге тең? Синус квадрат x 1 минус косинус квадрат x-қа тең. Ал косинус квадрат x керісінше 1 минус синус квадрат x-қа тең. Алдымен осы формулалармен қазір жұмыс жасаймыз. 8291 есеп. Синус квадрат x плюс косинус квадрат x плюс 1 дейді. Бізде мына екеуінің қосындысы 1-ге тең екен білеміз. Сонда 1 плюс 1 тең 2. Ең бірінші формуладан білеміз. Екінші 8292 есеп. 1 минус косинус квадрат альфа. Егер де мына екеуін синус квадрат x пен косинус квадрат x-тің қосындысы 1-ге тең болса, жаңа өрнектеген кезде 1 минус косинус квадрат альфаны біз синус квадрат альфа дейміз. Келесі 8293 есеп. Синус квадрат альфа минус 1 дедік. Мен бұны былай жазалым. Минус 1 плюс синус квадрат альфа. Екеуінің орнын ауыстырып, Сонда екеуінің орнына ауысқанда мен былай жақша қоя аламын. Минус 1 синус квадрат альфа деп, тең. Сонда мынау жақшаның іші бізде ол косинус квадрат альфаға тең. Сонда тең минус косинус квадрат альфа болады. 8294 есеп. 2 косинус квадрат альфа плюс 2 синус квадрат альфа. Мен мына жерде мына екілерді жақшаның сыртына шығарып жіберейін. Яғни ортақ болып тұр. 2 шығып кетсе, косинус жақшаның ішінде косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа. Онда жақшаның ішіндегі мына өрнек бізде 1-ге тең. Сонда 2 көбейтілген 1 тең 2 болады. Келесі есеп 8295 есеп. 2 минус косинус квадрат альфа минус минус синус квадрат альфа. Мына жерде 2 минус жақшаның сыртына шығарып жіберсем, косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа болады. Мына жақшаны ашып жібердім. Мына жерде бізде мына жақша тұр ғой, бізде жақшаның алдында минус тұр. Мына жерге жақша қойсам, ереже бойынша мына жер плюсқа өзгереді. Сөйтіп аштым. Яғни мына екі жер бізде неге тең? 1-ге тең. Сонда тең. Тең, сонда 2 минус 1 тең 1-ге тең. 8296 есеп. 3 минус 2 косинус квадрат альфа минус 2 синус квадрат альфа. Мына жерде көп тұрсаңыздар, мына жерде де 2 бар бізде, мына жерде де 2 бар. Бұл екілерді біз жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Және де жақшаның ішіндегі таңба, жақшаның сыртындағы таңба минус болса өзгереді, яғни плюсқа тура жаңағыдай. Сонда тең 3 минус 2 жақшаның сыртына шығып кетті. Жақшаның ішінде косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа болады. Мына жерде, яғни қайтадан жақшаны ашсақ, минус 2 косинус квадрат альфа минус 2 синус квадрат альфа шығады. Өйткені минус пен плюс бізде минусты береді. Тең. Жақшаның іші бізде 1-ге тең. Сонда 3 минус 2 көбейтілген 1 тең. 3 минус 2 тең 1-ге тең. Тангенс альфа көбейтілген котангенс альфа. Бұл жерде екеуінің көбейтіндісі неге тең? Тең 1-ге. Тең 1-ге. 8298-ді шығарайық. 8298 1 минус косинус квадрат бетта.
Бұл жерде тура жаңағыдай 1 минус косинус квадрат альфа синус квадрат альфаға тең болса, бастапқы формуладан, я? Онда 1 минус косинус квадрат бетта ол синус квадрат беттаға тең. 8299 косинус квадрат альфа плюс 1 минус синус квадрат альфа тең дейді. Мен мына жерде жақша қойғым келіп тұр. Мына жерге. Бұл бізде қандай формула? 1 минус синус квадрат альфа бізде косинус квадрат альфаны береді. Сонда косинус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа тең 2 косинус квадрат альфаға тең. X плюс X тең 2x деген сияқты ғой. 8300 есеп тангенс альфа көбейтілген косинус альфа тең. Бұл жерде енді формула керек бізге. Тангенс альфаның формуласы, тангенс альфа бізде бөлек формуласы бар. Тангенс альфа ол синус альфа бөлінген косинус альфа. Ал котангенс альфа косинус альфа косинус альфа бөлінген синус альфа. Мына жерде шатаспас үшін былай біліп алсаңыздар болады. Мысалы, котангенс с деген әріптен басталса, косинус та с деген әріпте болады, и косинус ол үстінде болады котангенсте. Ал тангенсте кәдімгідей синус үстінде болады, синус альфа бөлінген косинус альфа. Сонда тангенс альфаның формуласы бізде тангенс альфаны ашамыз, синус альфа бөлінген косинус альфа болса, көбейтілген косинус альфа бар есепте. Біреу алымында, біреу бөлімінде тұрып, бір-бірімен қысқарады. Сонда бізде тең синус альфа ғана қалады. 8301-де котангенс альфа көбейтілген синус альфа. Котангенс альфаның формуласы бізде мынау, ашамыз, косинус альфа бөлінген синус альфа көбейтілген есепте еще бізде синус альфа бар. Синус альфа мен синус альфа қысқарады. Тең, сонда бізде косинус альфа ғана қалады. 8302 есеп. Синус квадрат альфа минус тангенс альфа көбейтілген котангенс альфа тең. Бізде мына екеуінің көбейтіндісі бізде 1-ді беруші еді. Онда бізде болады синус квадрат альфа минус 1. Екеуінің орнын ауыстырып жазғым келіп тұр мен. Тең минус 1 плюс синус квадрат альфа. Мен мына жерге жақша қоятын болсам, егерде минус жақшаның сыртында болса, онда жақшаның ішіндегі таңдау өзгереді. Сонда минус 1 минус синус квадрат альфа. Мынау бізде нені беруші еді? Косинус квадрат альфаны береді. Сонда минус косинус квадрат альфа. Так, осымен 12 есеп шығардық. Келесі бөлімде жалғастырып шығаратын боламыз. Лайк басып, тіркеліп қойыңыздар.